қалай жүреді? Ей, стоп. Мына жерде үстесің ғой. Бетіме не деген ұмытқанмын ғой. Қайта жауап бере берсең. Ұмытып қалдым мен сұрағым. Қайтадан басынан қояйын да онда, иә. Не қойып едім? Нені қоймаймын? Иә. Короче, қандай оқудыңыз бар жеке деген сияқты ше? Жеке оқуды сұрадық па? Соны сұрайық па? Барлықтарыңызға сәлем. Бұл Қазалы ауданындағы алғашқы YouTube подкаст «Мың бір кәсіп». Бүгін бізде 7-ші шығарылым және біз бүгінгі қонағымызды Қазалы ауданындағы косметология және массаж орталығы Қазалы массажды таңдадық және оның негізін қалаушысы Ақбота Баймырзамен сұхбат болады. Енді біз сұхбатымызды бастайтын болсақ, бізде айта кететін нәрсе, біз осы Қазалы массажды 2 айдан бері кәдімгідей сөйлесіп күтіп жүрміз. Бұл кісінің тығыз жұмысы болғаннан кейін, жол жүру, жеке мәселелер болғаннан кейін кішкене ұзап кетті. Сонымен қатар өзіміз де 1 айдан бері кішкене басқа жұмыстарымызбен кешіктіріп түсіріп жатырмыз. Енді сұхбатқа көшетін болсақ, Ақбота ханымға қош келдіңіз деп айтамыз. Рахмет. Жалпы сұраққа келетін болсақ, бірінші өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Қайырлы күн. Қазалы массаж деген. Қош келдіңіздер. Қазір біздің орталықта түсіріп жатырмыз. Енді өзімді таныстырып өтетін болсам, менің атым Баймырза Ақбота Амангелді қызы. Осы Қазалы ауданының тумасымын. Жасым 28-де. Бір балам бар, әке-шешем бар, 4 бауырым бар. Қазір енді Қызылорда облысында бөлек тұрам, өзім қызыммен. Осы бір 4-5 ай болды көшіп кеткеніме, бірақ осында аптасына 2 рет келіп тұрам. Қазір Қызылордада тұрып жатырсыз? Иә, қазір Қызылордада тұрып жатырмын. Енді бұйырса, ол жақтан да бір филиал ашу ойда бар. Қазір енді помещение іздеп жатырмыз. Бұйырса, жақын арада ашылып қаламыз. Сәттілік. Енді жалпы мамандығыңыз туралы, өзіңіз жалпы бұл салаға қалай келдіңіз? Менің негізгі 2 мамандығым бар. Бірінші мамандығым туризм саласы, екінші мамандығым мұғалім. Орыс тілі және әдебиетінен мұғаліммін. 1 жыл жұмыс жасағанмын мектепте, классым болған. Мектепте мұғалім болып көрдіңіз? Иә. Туризм саласында бірақ жұмыс істеген жоқпын. Одан кейін 1 жыл істегеннен кейін маған ұнаған жоқ. Менікі емес дедім. Мемлекеттік жұмысты да жасап көрдіңіз? Иә. И жеке кәсіпті де жасап көрдіңіз? Бұған дейін менде киім дүкені болған. Қайда, осы Қазалыда? Иә, осы Қазалыда. Онда 1-2 жыл істеген шығармын. Қалдым. Жалпы өзім бизнес деген нәрсеге өзім жақын. Потому что менің әкем де шешем де осы кәсіп несінде жүрді, бизнес саласында жүрді. Енді біз кішкентайымыздан соны көріп өстік. Сол ортада өстік. Сол кәсіптің қазанында бірге қайнап. Иә. Біз енді кішкентай баламыз, сонда да көмектесуге барамыз. Сабақтан босай қалсақ, магазинге барамыз. Магазин болды, біздер үлкен сол жақта жүреміз. Жалпы бизнес кәсіптің қалай жасалатынын, қалай жүретінін, адамдармен қалай жұмыс істеу керек екенін біз кішкентайымыздан көріп өстік. Сосын маған ол таңсық емес та, менің жаныма кәдімгідей жақын. Өзім сол студент болып бітіріп келгеннен кейін сразу папа магазин ашып берген. Өздерінің 2-ші точкалар қылып соны жасадым. Одан кейін күйеуге шығып кеттім. Күйеуге шыққаннан кейін жаңа киім магазинді аштым. Ол да енді жақсы жүрді. Кейін маған жоқ, жауып тастадым. Одан кейін барып мектепке тұрдым. Сол мектепте 1 жыл істедім. Қай мектепте істедіңіз? 16-шы мектепте лицейде істедім. Қалада, Кортта. Сондай. Жақсы, келесі сұрақ бізде енді жалпы осы аудан халқына қызмет етіп отыр ғой, осы орталық. Сол туралы кеңінен айтып өтсеңіз, қандай процедуралар бар, қандай қызмет түрлері бар? Бұйырса бізге енді 3 жылдай уақыт болады. Осы уақытқа дейін бірге айтпай қойын, бір 10 мыңдай адамға қызмет көрсеткен шығармыз. Ең бірінші мен
массажбен бастағанмын. Ақтөбеден оқып, детский массаж, үлкендер массажын оқып келгенмін. Содан бір кабинетті алып арендаға солай жұмыс істеп бастадым. Сол Ақтөбеде бастадыңыз? Жоқ, осы Қазалыда. Ақтөбеден оқып, осы Қазалыға келдім. Шағын ғана кішкентай бір кабинетті алып арендаға, ол кезде қолда ақша да жоқ. Білмеймін, сол кезде бір үкіметтен бір ақша түсті. Білмеймін, не ақша екенін, 40 мың теңге ма, 50 мың теңге ма. Карантиннің кезіндегі уақытыңызда? Жоқ, одан кейін білмеймін, бірдеңе деп түсті, әйтеуір көмек деп түсті. Ойбай деп, жақсы болып кетті ғой деп, сол кабинетті алып, ішіне бір бу кушетканы алып, қарызға, әйтеуір ішінің бәрін толықтырып, ақшам жеткенше алып, қалғанын қарызға алып деген сияқты сөйтіп бастап кеттім. Ол жерде бір менің плюсым, реклама жақсы жүріп кетті сразу. Мен ашпай жатып реклама жібердім де. Содан сразу жұмыс басталып кетті. Бірден ашылған күні запись деген кәдімгі толып кетті ғой сразу. Мен бір өзіммін. Запись көп. Таңертең сағат 9-да келемін, содан завтракты ішпеймін, обедті ішпеймін, ужинді ішпеймін, түнге шейін жұмыс істеймін. 9-10-ға дейін жұмыс жасаймын. Содан бір өзіммін. Осыдан кейін айттым, мен үлгермеймін, уже қасыма адам алайын. Сосын массажда енді қолдың жұмысы болғаннан кейін шаршайсың. Адамдардың энергиясы болады, аурасы болады, әртүрлі адамдар келеді ғой енді. Кейбір адамдардан кейін ауырып қалатын кездер болады. Сосын мен уже білдім, мен уже жағдайым келмейді массажға дедімде, қасыма бір адам алып, оқытып, оны жаңа өзім үйреніп келген бәрін оқытып, соны массажға қойдым да өзім косметология саласын оқып алдым. Содан кейін мен бірыңғай косметологпын, массажисткам бар қасымда, екеуміз кішкентай кабинетте жұмыс істейміз. Мен қателеспесем, бұрын бірінші ашылғаныңызда мен клиент болған сияқтымын, ана Нұр әлемнің іші болды. Иә, Нұр әлемнің екінші. Ол 2021 ма, сондай ау деймін, 2022 ма? 21 шығар. Әйтеуір енді ашылып жатыр. Иә, 21 шығар. Иә. Жақсы. Содан бері косметологпын, массажға жоламаймын. Бірақ обучение өткізіп тұрамын арасында, көп емес. Қазірде массажисткам бар қасымда, бәрін өзі жасайды. Мен бірыңғай сол беттің шаруасын. Келесі сұрақ, жалпы осы косметология болсын, массаж болсын, енді сіздің орталықта жұмыс барысы қалай жүреді? Немесе жақсы жақтары, кішкене кемшілік тұстары бар ма? Жақсы жағы да, жаман жағы да қатар жүреді ғой. Ауыры да, қиыны да, енді жеңіл оңай жұмыс жоқ. Енді жақсы көріп, сүйіп істесең, кез келген жұмысты жеңіл өткізуге болады. Енді онда аса бір қиындықтары жоқ. Самое главное, жұмысыңды білсең, маманы болсаң, келген клиентпен сөйлесе алсаң, ол да бір өнер. Қазір көп жерде осы нәрсе ақсайтшы, барсаң, клиентпен қалай сөйлесу керек екенін білмейді. Сервис жоқ, обслуживание жоқ деген сияқты ғой енді. Самое главное сол клиентпен жақсы сөйлесіп, жұмысыңды білсең, ешқандай қиындық болмайды. Келесі сұрақ, енді сіз айтып отырсыз ғой, мен мемлекеттік жұмысты да істедім, кәсіпті де істедім деп, соның ішінде сіздің көзқараспен қандай айырмашылығы бар екі жұмыстың, екі саланың? Айырмашылығы өте үлкен. Мемлекеттік жұмысты жасап көргеннен кейін ол жақта айтар едім, жеке кәсіптегідей өсу болмайды. Бір темпте жалғаса береді. Иә, күнделікті бір план беріледі, осындай сағат беріледі, сен соны ғана беріп қайтасың деген сияқты ғой. Енді табыс жағынан да солай. Өзінің бір белгіленген айлық табысың болады, соны аласың. Ал жеке кәсіпте табыс жағынан бір не жоқ, нақты шектеу жоқ. Сен қалай жұмыс жасайсың, солай табысың өседі. 10 есеге, 15 есеге дейін өсіруге мүмкіндігің бар, егер сен жақсы жұмыс жасасаң. Сосын бұл жерде жеке кәсіпте бостандық деп айтар. График свободный болады. Иә, мен өзім сондай бостандықты жақсы көретін адаммын. Кез келген уақытта шығып, кез келген уақытта кетіп жүре бергім келеді. Сондықтан қазір көп адамдар сондай ғой. Жастар да жақсы көреді. Особенно жастар.
өзіңе ыңғайлы график қойып қоясың. Иә. Мен де қазір, например, клиенттерім үйренген. Мен каждый аптадан суббота воскресенье ғана келем. Сол уақытқа жазылып дайын отырады. Мен 2 күн целый день түнімен кәдімгідей жұмыс істеп кетем. Қалған уақытымда мен 5 күн боспын. Иә, сол үшін емін-еркін қыдырасың, емін-еркін жүресің. Маған сондай өмір ұнайды негізінде. Жеке кәсіптің ең бір плюсы сол ғой. Енді ол бірден жеке кәсіп ашып, бірден ондай результатқа жету. Иә, бірден бостандыққа бүйтіп шығып кетпейсің. Енді мен 3 жылға дейін осы системаны құрдым ғой. Қалыптастыру керек өзіңіздің бренд дейміз ба, иә, қазір қоғамда? Иә, жеке бренд, қол астындағы жұмыс жасайтын адамдар, бәрі дұрыс болу керек. Системаны қалыптастыруың керек. Сосын барып жайлап босайсың. Бірінші жұмыс істейсіз, сосын барып жұмыс сізге қызмет етеді. Иә, тура сол. Мен де бастапқы уақыттарда түнімен жұмыс жасайтын едім. Менде вообще жаққа шығатын уақыт болмайтын. Уже кейін үйреніп қазір сондай емін-еркін жүресің, емін-еркін қыдырасың. Жақсы. Келесі сұрақ, осы салаға сізді итермелеген не нәрсе болды? Немесе қандай бір қызығушылықтар болды? Мен жолдасыммен ажырасып кеткеннен кейін жұмыстан шығып кеттім ғой енді. Шығып кеттім, баламен үйдемін, қызым 3 айлық. Уже жұмыс істемесем болмайды. Білесіңдер ғой, енді үйде стресс болады, депрессия болады. Үйде отырсаң тағы баламен. Сонымен қой, мен бір нәрсе... Күнкөріс керек бірінші кезекте. Күнкөріс керек. Мен бір нәрсе істеуім керек. Не істеймін деп басталады ғой бәрі. Сондай кезде декретте басталады. Бірдеме айналысу керек еді деп шығасың ғой. Содан не істеймін, бизнес бастау үшін, киім магазины ашу үшін, любой бір магазин ашу үшін вложение керек. По-любому. Жоқ дегенде 4 миллион ақша керек, например. Ондай ақша жоқ қалтамда. Өзім кішкентай баламен отырмын. Содан не істеймін, әйтеуір салон оқып алсам бекен, әйтеуір бір мастер болсам бекен деп сөйтіп ойладым. Содан мені Ақтөбеде өзім подругам бар. Өзі неде жұмыс жасайды, ол кезде массажный центрде жұмыс жасайды, обучать етеді адамдарды. Содан сұрадым, мен немен айналысайын, бір нәрсемен айналысуым керек деп. Ақшаң бар ма деді, жоқ дедім. Содан айтты, енді вложение салмайтын, көп ақшаға қажет етпейтін осы массажды оқысай деп сөйтеді. Тек бір оқып аласың. Иә. Сосын ары қарай вложение керек емес. Иә, көп. Сосын мен саған оны тегін оқытайын деді. Ой, тіптен жақсы болып кетті. Содан ол кезде қызым 6 айлық па, 7 айлық па, сондай қыстың кезі, иә. 3-ші бір сестренкамыз бар еді, соны алып алып, Ақтөбеге билет алып, аяқ астынан. Соштан бір шықтым, сол подругамның үйінде жатып, 10 күн оқып, жаңа сіңілім балама қарайды, мен сабақтамын кешке дейін. Сөйтіп оқып келіп, сразу бастап кеттім. Енді сразу мен келгеннен кейін кабинет ашқан жоқпын. Қорқасың ғой, енді қалай болады, жүремін ба деп. Содан енді уақыт өтіп жатыр, мен уже қолымды үйретуім керек, қолымды қалмауым керек. Содан не істеймін, Инстаграм ашып, аккаунт ашып, үйлерге барып істеймін. Арзан қылып істеймін. Еще жаңа баратын кезде жаяу барам ғой, ақшамды экономдайын деп ше, жаяу барам, ана бір алыс жерлерге шақырады үйге ше. Соларға барам, жаяу қайтам, қыстың кезі. Енді болады, сондай моменттер болды, Құдай-ай дейтін. Әйтсе содан кейін бір ай ма сөйтіп жүргеннен кейін подругам айтты, болмайды мынандай қылып жүргенің, қанша уақытың жолға кетеді. Давай, бисмилля деп бір кабинет алып бастайық. Давай, істейсің ғой деп. Болса болған, болмаса болмаған қоясың ғой деп. Сол болмай қалады шығар деп үй алып, андай открытиеде істеген жоқпын. Аштым да бірден жұмыс істеп кеттім. Құдай қаласа енді 5 жылдығымда күшті үлкен қылып істеймін деген бір план бар енді. Соған бұйырсын. Сондай. Жақсы. Келесі сұрақ бізде жалпы көріп отырған әрбір адам, иә, бізде клиентіңіз болып қалсын деген сияқты. Жалпы бір айтатын ренішіңіз ба, болмаса бір клиенттер осындай болғанда ғой, неге бұлай болып жасамады екен деген бір айтар сөзіңіз бар ма клиенттерге? Жоқ, мен клиенттерім қарап отырған жандаймын. Мен клиенттерімді өте қатты жақсы көремін. Ешқандай претензиям жоқ. Білмеймін, енді мастер қандай клиенттерде сондай болады дейді ғой негізінде.
білмеймін, менің клиенттерім өзім сияқты сеніп келеді. Ондай бір капризный клиенттерім жоқ. Капризный клиенттердің келгеннің күннің өзінде де оларды жібітіп аласың ше. Қазір енді 3 жылдай уақыт өтті ғой. Бәрі бұрыннан келе жатқан клиенттерім в основном. Олармен уже бір туысқан сияқты болып кетесің ше. Сөйлесіп тұрасың, жұмыста болмасақ та, келген кезде де құшақтасып, прям ой деп сөйтіп атасың. Енді білмеймін, ондай претензиям жоқ, реніш жоқ. Мені таңдап, маған сеніп келгендеріңізге деп постоянно өздеріне келген соң айтамын негізінде ше. Сондай шын жүректен жақсы көремін. Қызметіңіз ұнап тұрғаннан кейін бәрі қалай айналып келеді ғой, иә? Иә, обязательно. Келесі сұрақ, осы салада сізді таңғалдырған дүние қандай? Таңғалдырған дүние бар ма? Ой, мынау неге мынандай ма? Мынау мынандай екен ғой деген сияқты бір бола ма? Ондай білмеймін. Бірақ енді әйелдер келеді ғой, біз енді көбіне әйелдерді қабылдаймыз, ер адамдарды редко қабылдаймыз. Келіп әдемі болып, қуанып, кәдімгідей басқа адам болып шығады. Сол кезде кәдімгі іште күшті болып қаласың. Сосын жаңағы тек қана бетін істетуге келе ма, бетін тазалап қана бермейміз ғой, біз олармен сөйлесеміз. Маған айтады ғой клиенттерім, саған келсем психологқа келген сияқты болып қаламын деп, жеңілдеп қаламын деп. Ол заодно жұмысын істейміз, заодно ол ішіндегісін демалып шығады. Иә, демалады. Кейбір клиенттер бар, кейін ұйықтап алатын, например. Айтып, в основном сол саған келсем күшті болып қалам, жеңілдеп қалам деген сөздерді естисің. Сол кезде кәдімгідей мен дұрыс жолда келе жатқанымды сезінем. Мен дұрыс нәрсені істеп жатқанымды, негізі мен айтамын ғой, менің миссиям әйелдерге көмектесу шығар деп ше. Сондай. Келесі сұрақ, бізде осы жұмысты бастағандағы алғашқы 6 айыңыз қалай өтті? 6 айым ондай қиын өтті деп айтпаймын. Білмеймін, әйтеуір тез басталып, тез жүріп кетті ғой, өзім де түсінбей алдым. Клиенттермен танысу, жаңа процедуралар қосу, жаңарту, үлкейту, сондай нелермен өтті да енді. Бір особо еш нәрсе есімде жоқ. Бірақ сол 6 айдың ішінде негізінде кәсібіңіз тез жүріп кеткені. Үлкен қасынан кабинет алып, 2 кабинетпен жұмыс жасадық. Тағы да мастерлер алдым. Солай масштабқа шығуға бір қадам жасалды сол 6 айдың ішінде. Уже менде сенімділік пайда болды, жұмыс жүріп жатқаннан кейін, клиенттерің уже тұрақтала бастағаннан кейін, еще мен ол кезде 2-3 қызды, 3-4 қызды жұмыспен қамтыдым. Солай тез болып, тез жүріп кетті ғой, шүкір Аллаға. Жақсы. Келесі сұрақ, командаңызда қанша адам жұмыс жасайды? Қазір 1 адам бар. Енді тағы да адам алу іздеу үстіндеміз, бұйырса, Алла қаласа. Бірақ қазір 1 адам бар. Жақсы. Келесі сұрақ, қазіргі уақытта қандай да бір кәсіпті бастау үшін бір арнайы білім немесе тәжірибе, сондай оқу болу керек па? Әрине, міндетті түрде. Кез келген жұмыс, кәсіп, сала бойынша бастайтын болсаң, міндетті түрде оқу керек. Жаңағыдай жеңіл түрін емес, кәдімгідей базовый, күрделі түрін оқып алуың керексің. Содан кейін барып, жайлап повышениеге бара бересің да. Қазіргі уақытта енді кәсіпті бастау үшін қандай да бір арнайы білім немесе бір оқу керек деп ойлайсыз ба? Әрине, кез келген саланы бастау үшін міндетті түрде сол саланы зерттеп, сол саланы полностью оқып, базовый білім алу керексің. Одан кейін енді жайлап уақыт өте повышениелерге баруға болады. Ал тәжірибеге келетін болсақ, тәжірибе ол уақытпен үлкейеді, қолың үйренеді. Енді тәжірибе уақытпен келіп, соны жасау арқылы, қайталау арқылы келеді. Иә, тәжірибе деген сол нәрсе. Одан кейін жаңа повышениемен тоқтап қалмау керексің ше. Кейбір кезде болады, мысалы мен бастады да 1-2 қолынан келмеді, ой, мынау менікі емес екен деп тастап кетеді.
ал тура сонымен бірге бастаған кісілер анаған берілмей табандылық көрсетіп соның кәдімгідей маманы болады, иә? Сол Енді туралы. бұл жерде ше менікі емес деген нәрсе де бар. Шынымен де қолынан Иә, келмейтіндер де немайо бола ма? дейсің ғой. Екінші жағынан табандылық қыр ізінен қалмай күнде соны қолыңды жаттықтыра берсең, негізі істей алмаймын деген нәрсе жоқ негізінде. Бірақ жаңа немайо менікі емес деген нәрсе де бар енді. Рас, қолынан келмей жатады, қанша істесе де. Енді біз былай ғой, кейде өзіміздің не қалайтынымызды, не қолымыздан келетінін білмей жатамыз да, әр саланы оқимыз. Менде өзімде сондай болған бұрын. Менде де сондай болған. Әр нәрсені оқып көрем. Мен жаныма жақын ба, менің қолымнан келе ма? Менде де болды, 2-3 нәрсе болды, мен тастап кеткен нәрселер болды. Менікі емес дедім. Одан кейін енді осы салаға келгеннен кейін, жүріп кеткеннен кейін жұмыс, сен уже білесің, сен қолыңнан келіп жатыр. Менікі дейсің да, прям табандылық көрсетіп, осының ізінен қалмай, қай жерде оқу бар, онлайн болса онлайн оқимын, офлайн бару керек болса офлайн оқимын, ақшаны аямайсың, ақшаны қиясың. Оқулар қазір енді қымбат қой, повышениелер. Мен бір повышением өзім 150-200 мың тұрады, например. Барып бір күнде оқып келесің соны ше. Ізінен қалмайсың. Косметология деген бір жағынан күнде өзгеретін нәрсе ғой. Күнде жаңа нәрселер қосылады. Соның бәрінен қалып қоймауың керек. Бұл енді вечный оқу ғой. Оқудың ізінде жүресің, жаңартып отырасың. Сондай. Жақсы, келесі сұрақ бізде осы біз әсем қалпымызды, кішкене жасару ма, әдемілігімізді сақтау үшін бір бола ма, ай сайын осы процедураны жасап отыру керек деген сияқты. Болмаса апта сайын жасалу керек. Сол кезде сіз мынандай результатқа жетесіз деген сияқты. Әрине, енді әр процедураның өзінің уақыты бар. Осындай уақытта келіңіз деп айтып отырамыз. Енді жан сұлулығы, тән сұлулығы деген сияқты адам жаны тыныш болса, жүйкесі тыныш болса, сырты да сұлуланып тұрады, көз жанып тұрады деген сияқты ғой. Бізге әйелдер келе ме, мен бірден білем, сізде стресс бар ғой, нені уайымдап жүрсіз деген сияқты. Бетіндегі проблемаларына қарап, сіздің осы жеріңіз ауырады десең, деп сразу. Бет деген жалпы адамның айнасы, оның ішінде әйелдердің айнасы ғой, жанның айнасы. Әйелдің бетіне қарап, жанның дүниесінде, денсаулығында не болып жатқанын мен қазірше уже 60-70%-ке біліп отырамын. Например, келет жировик деп айтамыз ғой, біз ақ нелер шығып кетеді бетке, оны білесің, бауыры дұрыс емес, өті дұрыс емес, дұрыс тамақтанбайды деп айтасың ғой сразу, мен бауырымда проблема бар деген сияқты. Кейбір әйелдер болады, процедураға жиі келмейді, но олар жан дүниесі тыныш, өзімен, өмірмен гармония тапқан әйелдер болады. Олар процедура алмаса да, олардың көздері жанып тұрады, беттері айтады ғой, бір нұр шашып тұрады деген сияқты. Сондай болады. Кейбір әйелдер бар, постоянно процедураға келеді, бірақ олар стресстен арылмайды. Денсаулығы дұрыс емес, уайымдайды. Қанша нәрсе істей бер бетіне, оның тым результат болмайды. Көзі өшіп тұрғаннан кейін әйел адамның беті де бір тұтығып, бір шаршап, қандай болады, тұнжырап деген сияқты бар ғой, сөйтіп тұрады. Сондықтан ең бірінші адамның өзіңмен, өмірмен гармонияда, жаның тыныш. Енді өмір болғаннан кейін қиындықта болады, стрессе болады, уайымда болады. Соның бәрін тек бір Құдайға тапсырасың, қабылдайсың. Сөйтіп өміріңді кішкене гармонияға келтірмесең, бәрібір айналып. Қай нәрсе болса да, оны өзің алып шығасың деген сияқты. Өзің алып шыққанда енді бірінші Құдай ғой. Бірінші Алла, артынша өзіңнің әрекетіңмен, ниетіңмен, көңіліңмен. Жалпы ниетің, көңілің түзу болса, жүрегің ақ болса, мен ойлаймын, өміріңде сондай жеңіл, жақсы, бақытты өтеді депші. Ал жаңа көре алмаушылық, іштарлық,
қызғанушылық деген болса өмірі жанына болады ғой, бір ешнәрсеге көңіл толмай қызғанып бәрін сөйтіп жүретін адамдардың бүйтіп өмірін қарап отырасың ғой, ай дейтін кездері болады ше. Сондықтан андай бір жарқын өмір сүру керек та, көңіліңмен, таза ниетіңмен, жүрегіңмен бір Аллаға тапсырасың, қалған өзі реттеп береді. Жақсы. Келесі сұрақ, енді сіздің қандай да бір хоббиіңіз бар ма? Маған мына іспен айналысқан ұнайды бос уақытымда, немесе арнайы уақыт бөліп осыны жасаймын деген сияқты. Хоббиім менде көп. Қазір енді менде уақытым босағаннан кейін 5 күн боспын ғой енді. Йогамен айналысам. Танцы бар, үйден ғой енді. Бұрын енді неге баратынмын кружоктарға, қазір енді үйден өзім айналысқан жақсы көремін. Сосын сурет салам. Оның ішінде жаңағы сурет болғанда нейрографикамен айналысам. Сол менің миымды, жанымды тыныштандыруға күшті көмектеседі. Оны енді көп қыздарға да кәдімгі советую прям. Нейрографика деген өте күшті нәрсе. Одан кейін киноға барғанды жақсы көремін. Концертке барғанды жақсы көремін. Мен енді өзім қыдырып жүргенді жақсы көремін. Мен қасыма адам іздемеймін. Жалғыз өзім жүргенді жақсы көремін. Сондай массажға барғанды жақсы көремін. Жиі кәдімгідей массажға барамын. Сондай, басқа не бар? Уходпен айналысқанды жақсы көремін. Өзім бетіммен неше уходтарды экспериментировать етемін. Жаңа адамдармен танысқанды, жаңа ортаны жақсы көремін. Қазір енді көп жаңа ортам пайда болып жатыр енді Қызылордаға көшкеннен кейін. Уақытым болса солармен уақыт өткізуге тырысамын. Енді қызым болғаннан кейін оған да уақыт бөлу керек. Енді ол кешке дейін садикте, кешкісін барынша енді уақыт бөлуге тырысамын. Келесі сұрақ, бізде жалпы сіздің күнделікті қандай да бір күтіміңіз бар ма? Мысалы, таңертең су ішем, немесе 10 000 қадам жаяу жүрем деген сияқты. Болмаса бетіме осындай уходым бар деген. Таңертең тұрған кезде ең бірінші жылы су ішем. Кәдімгідей бір стакан ысқылтым қылып ішесің. Сол кезде түндегі бүткіл организмнен шыққан нәрселердің бәрі тез жүріп кетеді и тазарады. Кәдімгі шлактардан тазалағандай болады. Кәдімгідей тазарып қалады. Одан кейін обязательно коллаген үзбей ішем. Мен инстаграм қарайтын қыздарды бәрі біледі. Таңертең мен тұрғанда саламда, өйткені қайырлы күн деп басталады ғой. Жылы су ішем, коллаген ішем, одан кейін завтрак ішем. Смузи болсын, каша болсын, жеңіл нәрсе жеуге тырысамын. Оны да жеңіл, пайдалырақ қылып, Одан кейін тамақтан кейін ішетін жаңағы омега-3 бар, кальций ішесің, тағы женский витаминдерім бар, соларды ішем. Қазір енді көп витаминдер қосып жатырмыз, енді қазір экология деген сияқты шаршау көп болады. Сондықтан енді барынша көп жақсы витаминдерді ішуге тырысамын. Таңертең менің прям ритуалым ғой. Бәрін тізіп қоямын. Тұрақты түрде. Бірінші мынау, екінші мынау деп бір қырғын нәрсе ішемін ғой таңертеңше. Түскі уақытта ішетін витаминдерім бар, кешке жатарда ішетін витаминдерім бар. Енді көп түр-түрін ішемін енді. Қай жаққа барсам да мен қазір енді шетелге шығып жүрмін ғой көп. Сол барған жерінде аптекасына барамын. Қандай баттар бар, қандай витаминдер бар, соларды алып келем. Соларды ішіп, көріп, өзіміздікімен салыстырып. Бізде де көп қой енді қазір. Сол сырттан көп алып келгендерімді ішем. В основном сол сырттан келген витаминдерім күшті болады. Одан кейін жаңағы бетке уход процедурасы басталады. Енді этаппен істейсің, таңертең тұрғаннан кейін соларды жасайсың, душқа түсесің. Йогамен айналысасың. Сосын бір жақсы көретін нәрсе медитация. Наушник салып аласың, медитация жасайсың. Күнделікті сонда сізде медитация? Күнделікті деп айта алмаймын, бірақ енді бір аптасына 2 рет міндетті түрде болады. Қалған бос уақытында жаңа жұмыстарыңды бітіресің, әйтеуір қаланың ішінде жүріс-тұрыс қой, жаңағыдай массажыңа барасың, киноға барасың. Арасында инстаграммен жұмыс жасайсың. SMM қызым бар, айтпақшы менің. Соған тапсырмалар беріп қоясың, давай өстейік, давай бүйтейік деген сияқты. Үйдің жұмысы бар. Әйтеуір сол Қызылордада 5 күн болам ба, бір
тыныш отыра алмайсың ғой. Қалада әйтеуір бір белгісіз не болып жатқан, бірақ бір қарбалас болады, иә, үнемі. Иә, әйтеуір бір бос уақыт болмайды. Вечно бірдеңенің соңында жүресің ғой. Келесі сұрақ бізде жалпы Қазалыда массаж орталығы, косметология орталығы бар, иә, бірнешеуі бар. Неге сізді таңдау керек? Мысалы, келген клиенттер қандай артықшылығыңыз бар? Иә, бізде өте көп. Қазір енді уақыт өте көп ашылып жатыр. Мен ашқан кезде бір 2-ақ штук па сондай еді, өзі кейін көп ашылып кетті ғой енді. Әркімнің өзінің клиенті бар, өз несібесі бар дегендей, енді оған ешнәрсе демейміз. Әркім жаңағыдай ғой, жанына жақын адамға келеді. Мендегі бір плюс деп айтайыншы, адаммен жақсы сөйлесем, жақсы көңіл күй беруге тырысамын. Жалпы осы Қазалы массажға сипаттама беріп өтсеңіз, қандай қызмет түрі бар, қандай адресте орналасқан деген сияқты? Иә, бізде массаж және косметология орталығы, массаждың барлық түрлері бар. Сосын арықтауға арналған аппараттар бар, массаж түрлері бар, кавитация деп айтамыз. Сосын спа головой деген бар, шугаринг бар, чистка лица, жалпы бетке барлық процедура бар. Чистка лица, бетке витаминдер, әжімге қарсы ботокс деген процедура қостық, гипергидроз, жалпы әйел адамға не керек? Сұлулығына керек дүниенің бәрі бар, иә. Сосын бізде уходтар бар. Клиент келген кезде бетімді немен жусам болады деген сияқты, не жақсам болады деген сияқты, мен өзім маман ретінде бетін көріп, консультация тегін жасалады, диагностика беріп бетіне, осындай уходтар деп бізде уже дайын бар, бізден сразу алып кетеді. Бірінші консультация, жаңағы диагностикасын жасап, содан кейін барып сол проблемасына керек уходтарды ұсынасыз ғой. Бұл жерде біздің бір плюсымыз, менен полный уход набор алады ғой, сол адамға тегін чистка лица жасалады. Тегін консультация, тегін консультация, тегін диагностика жасалады. Бұнда енді ешқандай жерде жоқ деп ойлаймын. Біздің бір плюсымыз. Сондай, одан кейін бір жыл бойы мен онымен хабарласып, бетін сұрап, состояниесі қалай, кетіп тұрады деген сияқты. Мен онымен 24/7 связьда боламын. Қалай болып жатыр, не істеп жатыр. Жасап бердім, болды деген емес. Алдың кеттің деген нәрсе жоқ. Сондай. Жақсы, енді адресіңіз, инстаграмыңыз қандай? Біздің адресіміз ITKB көшесі, 19-шы үй деймін, не дейді? Меруерт салоны, 2-ші этаж. Аккаунтымыз инстаграмдағы массаж Қазалы деп тұрады. Енді көп адам білет деп ойлаймын. Қазір енді көп қой оқырманымыз, шүкір. Жақсы, келесі сұрақ. Жалпы біздің осы каналға бір сын пікір ма, болмаса бір тілек ба, сондай айтып өтсеңіз? Тілектен бастайық та, жақсы нәрседен сынға уақыт табылады ғой айтылатын. Дами беріңіздер, өркендей беріңіздер. Көп рахмет. Осындай кәсіпкер бар еді деп сұхбат алып жатқандарыңызға уақыт бөліп. Бұл өте жақсы нәрсе. Қазіргі бизнес бастауға, шағын кәсіп бастауға қорқып жүрген жастарға бізден бір мотивация. Оны сіздер арқылы береміз деген сияқты ғой. Қорықпауға. Енді сіздерге сын дей ма? Бізде енді кәсіпкерлер өте көп. Өте көп. Соның ішінде жастар да бар, бұрыннан келе жатқан орта жастағылар да бар. Солардың бәрінен алу керек та. Біріктіру керек. Алу көп, өте көп бізде жақсы кәсіпкерлер бар, мықты. Солардан тәжірибесімен бөліссе, олар қиындықтарымен бөліссе, жеңіл жақтармен де енді плюс-минусын айтса, мотивация берсе деген сияқты ғой. Өйткені қазір адамдардың, жастардың көзі ашылып келе жатыр да, бәрі жеке кәсіп істегісі келеді. Енді оңай көруге де болмайды, бұның қиындығы да қатар жүреді. Соны біздің кәдімгі тәжірибелі кәсіпкерлер бөліссе, тәжірибесімен. Өзінің жүріп өткен жолы бар ғой деп. Сосын жол сілтесе деген сияқты ғой. Өте жақсы сіздердің бастамаларыңыз, маған қатты ұнады.
Дами беріңіздер, жұмыстарыңыз жүре берсін, оқырмандарыңыз көбейе берсін, просмотрларыңыз көбейе берсін. Сол тек жақсылық, аман болайық, еліміз тыныш болса, жеріміз тыныш болса, самое главное, деніміз сау болсын, осындай жарқын, емін-еркін, әдемі өмір сүріп жүре берейік. Рахмет. Бізге қонақ болғаныңызға көп рахмет. Кәсібіңізге береке, табыс тілейміз. Біздің көрермендерге осымен біздің 7-ші шығарылым аяқталды. Сіздерді келесі шығарылымда күтетін боламыз. Қош сау болыңыздар. Ой, бір сағат мен осы 1001 кәсіп деген ашылмай тұрған еді ше, баста жоқ кезде мен өзім бір ой келген маған ше. Мен осы өткенде бәрі көп сұрайды, мен кәсіп ашайын деп едім, бірақ қорқамын, сізден не совет айтшы деп ше. Мен айтамын, сосын ойлайтын кәсіпкерлер бар, кәдімгі ашып неше жыл жұмыс істеген, солардан барып интервью алсам, мотивация берсе деп ше, сөйтіп ойлағам ғой. Өйстіп ше, біз көрген адамның бәрі айтады өйстіп, өйстіп сұхбат алған қанша адам. Сенен бұрын баяғыда сен де маған жаздың ау деймін. Мен ол кезде мен бүйтіп ойладым, мен әлі интервью беруге дайын емеспін, менің айтатын еш нәрсем жоқ деп ойладым ше. Көрдің ба? Бірақ айтатын, бізде қанша кәсіп, мен әке-шешем өзі кәсіп саласында жүргеннен кейін магазиндеріміз бар ғой, мен көп базардағы кәсіпкерлердің бәрін танимын мен ше, бәрімен араласам ше. Солардан интервью алсам деймін да, өзім әкемден бастап ше, мен әкеммен 20 жыл стажы бар адам ғой, кәсіпте жүргеніне 20 жылдан да жазып кеткен. Мамам екеуі қандай магазин? Аптовик қой. Хостовар, косметика деген атын айтсам бәрі таниды деп па. Сөйтіп ойлайтын адамдарға, жас қыздарға мотивация болса, қорықпаңдар деп айтқым келеді ше. Бәрінде болады қорқу. Жаңа мен сияқты ғой енді. Істей алмадым мен қорқып ше, позор болмайын деп ше. Любой нәрсені бастап істеп кетсең, бір Құдайға сеніп. Мен де соны айтқым келеді. Любой адамда ше, мысалы күшті бір дәу магазин ашып жатқан адамның өзі кезінде қорықты, бірақ қорқып тұрса да соны жасаған адамда, ал қорқып ештеңе жасауға шынымен қорқып жасамай қояды ғой, солар жүре береді. Мен өзімнің папам маған пример болады да. Баяғыда ең біріншінде бізде магазин болмай тұрған кезде үйден істейтін, үйден сататын, ол кезде жаңағы пакет, рулон дегендер болды ғой. Сондайды кәдімгі ала сумкаға, кішкентай сумкаға салып алып, базарға аралап апарып сататын. Сөйтіп өзінің клиенттер жиналғаннан кейін барып, кішкентай ғана бутик ашты. Кішкентай ғана. Кейін қасындағы бутикті алды, одан 3 бутик алды, сөйтіп үлкен магазин қылып ашты, одан 2-ші магазин аштық деген сияқты ғой. Сөйтіп үлкейді да. Бірден бүйтіп топ етіп қазақ массаж бола салған жоқпын. Мен жаңағы ең бірінші кабинетін бар шығар, инстаграмда салған болу керекпін. Кішкентай дәлдей кушетка бүйтіп кіресің де бүйтіп шығасың. Біреудің кушеткасы ғой, қолданылған ше, танысымнан алған, қарызға берші, кейін берем деп ше. Кішкентай. Ана қосылып тұрма. Кішкентай ғана үйдегі бар заттарды алып келем, үйдің ішке кішкене декор қоюым керек қой, үйде не бар бәрін әкеп қойып қоямын ана жерге ше. Музыкальный жаңағы колонкалар болды үйде, соны әкеп қойып қоямын, телефонға қосып қоямын, мынандайлар бірдеңелерді әкеп қойған әдемі болып тұрсын деп ше. Сөйтіп енді қазір шүкір бәрі жақсы. Ауыз толтырып мақтанып айта аламын.